76 сабақ түбір мен қосымша тақырыбын жалғастырамыз. 50, 51, 52 жаттығулар. 50 жаттығу тірек сөздерді пайдаланып сырғанақта тақырыбына әңгіме құрастыр. Тірек сөздер бізде қыс, балалар, шана, аяз, шаңғы. Сырғанақта қыс келіп қар жауды, айнала аппақ қар, балалар қатты қуанды, балалар аязға қарамай шаңғымен, шанамен сырғанап ойнап жүр. Осы секілді әңгіме құрастырып жазуға болады. 51 жаттығу өлеңнің қатесін тауып көшіріп жаз. Жазда суда жүземіз, құмда күнге күйеміз, жалаң аяқ жүреміз, қыста қызып денеміз, коньки шаңғы тебеміз, жалқаулықты тастаймыз, жаттығуды бастаймыз. Қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын тап дейді. Жазда жаз түбір да қосымша, құмда құм түбір да қосымша, қыста қыс түбірі та қосымша. Екінші жаттығу берілген әріптер қатарында жасырынған сөздер тауып оқы дейді. Тапқан сөздер туралы не білесің дейді. Біріншісі баскетбол, ойын түрі. Екіншісі бассейн, бұл суға шомылатын жер. Үшінші боксшы, бұл бокспен айналысатын адам. Төртінші жүзгіш, бұл жүзумен айналысатын адам.